Ал құрметті осы асқа жиналған азаматты ағайын туыс бауырластарым. Бұл асты біздің өткен бабамыз қара бабадан, ұрпағынан тараған қанша елді азаматтар осында жиналып отыр. Негізгі астың мақсаты заманында ел билеген Сабақ атамыздың заманында батырлық көрсетіп, Қоқан хандығына батырлық көрсетіп, қазақтың қазақ екенін көрсеткен осы кісілердің құрметіне беріліп отқан асқа келгендеріңіз құтты болсын. Ал енді біз осында жиналған қалайық ағайын туыстар бәріміз қара атаның тараған ұрпақтар боламыз. Ал енді қара атамыз заманында батыр болған 500 солдатыменен Бұхараға барып, қан ортасын сақтаған, соған жауапты азамат болған азаматтар. Ал енді туысқан ағайындар, ол заман, бір заман, қазіргі заман, басқа заман. Сол Сапақ атамыз бен Мұсабек батыр атамыздың заманында көптеген осы қара баласынан шыққан жақсы азаматтар болған. Оның сол заманда біразың аты шығып, елге мәлім болып, көбісі аталмай кетті. Неге? Бұның себебі қазақ халқы орысқа бодан болып, соның қарамағаны өткеннен кейін не бір асылдарымыз, не бір даналарымыз елді қорғаған, елдің мақсатын ойлаған азаматтар атаусыз қалып барады осы күнге дейін. Оның бірен саранын айтатын болсақ, кешегі сол жаңа айтқан атамыздардың заманында қарадан шыққан Абылай хан дәуірінде Күлен Түмен деген ата болған. Күлен атамыз сол заманда Түркістанды билеген. Түмен атамыз батыр болмаса да бай кісі болған, бақуат, дәулетті адам болған. Ол кісі мына қазіргі Қызылорда облысының 3 ауданы, Жаңақорған, Ішкелі, Тереңөзектегі Түмен арық деген бар. Осы күнге дейін сол суын 3 аудан ішіп, жеп пайдаланып отыр. Біреуі билікпен атағы шықса, екіншісі қайырымдылықпен атағы шыққан елге танымал болған. Бұл енді бек жерде біздің білетініміз, қанша білмейтіндеріміз бар. Соның кейінірек шыққан мынау Қазақстан егемендігінді алып, өз алдында мемлекет болып, бас-бастан алғаннан кейінгі шыққан азаматтардың бір-екеуін атап өтейін. Біріншіден Мамытбеков Асылжан осы жақында Қазақстанда ауыл шаруашылық министрін 6 жыл басқарды. Оның әкесі Мамытбеков Сарыбай Ташкентте политехника институтын бітіріп келіп, біздің Шымкент облысында әуел бастан пресс автомат зауытында главный инженер болып, кейін машина жөндеу зауыты директоры болып қызметі атқарды. Елге беделді болды, өкіметке жағымды болды. Қысқасы, енді тағы облыстық әкімшілік аппаратқа ауысайын деп тұрған кезде кенеттен науқастан 34 жасында
қайтыс болды. Ал енді сол қара атадан қалған ұрпақтардың біразы ғылым жолына түсіп атағы шыққандар бар. Қазіргі оның біреуі айтатын болсақ, мына Шымкенттегі Халықтар достығы университетінің президенті болған Қуатбеков Әбдімұса. Мына дүниеден өткенде бір 2 жылдай болды. Енді сол университетті, Халықтар достығы университетін баласы Нұрлан, жұбайы Пердеш қызы, қыздары Роза, Рабиға, әкесі қалай басқарса, бұлар да солай басқарып, қанша балаларды оқытып, тәрбие беріп, адам қатарына қосып отыр. Ал енді біздің осы азғантай 41-ден шыққан қара атаның ұрпақтарынан небір ғалымдар шықты. Менің білетінім 2 академик шықты. Біреуі жаңа өзім айтқан Қуатбеков Әбдімұса болса, екіншісі Садықов Асқар, қазіргі Астанадағы Гумилев атындағы университеттің бөлім бастығы. Зап кафедрасы, доктор, профессор, академик. Сол сияқты біз білмейтін әлі біраз ғалымдар бар. Ендігі айтайын деп отқан менің негізгі мақсатым кешегі Совет дәуірінде аты шықпай кеткен, бірен-саран жаңа мен айтқан Мұсабек Батыр атамыз бен Сабақ атамыздың аты шығып, бұл енді бүтін мұсылман елінде кітабында, тарихында белгілі, жазылған. Ал енді сол сияқты небір дана, данышпан, ғалым, елге қайырымдылық көрсеткен небір азаматтар атаусыз қалып кетті. Небір ғұлама молдалар болды. Мысалы Қайырбектің алды. Сол Совет үкіметі орнаған кезде осы Шымкенттің бас имамы болған. 37-ші жылы ұсталып, қамалып жоқ болып кетті. Оның барлығы айтайын деп отқаным, сол заманнан бері қарай сол Мұсабек атамыз сияқты, Сабақ атамыз сияқты азаматтар болған, бірақ көбісі ашылмай қалды. Оған ауызымызды жауып, қолымызды, қаламымызды алып қойды. Ендігі менің арманым, менің осы сіздерден сұрайтыным, туысқан ағайын бауырластарым, қазіргі бұрынғы болған, аталмай қалған азаматтарды іздестіріп, тауып, соны тарих бетіне шығарса деген бірінші арманым. Ал келешектегі ұрпаққа тілейтінім, осы жағы аты аталған азаматтар секілді білімді болып, қайырымды болып, өзімдің елім, жерім өзімнің жерім деген азаматтар шығып, елдің беделінде бөленсе деген арман. Қысқасын айтқанда, елдің атын ер шығарады дейді. Жердің атын ел шығарады дейді. Біздің отырған жеріміз, еліміз ешкімнен артық болмаса кем емес. Бірақ ашылмай қалған тарих беттері көп. Біздің енді келешектегі ұрпаққа тапсырмамыз, әрі сұрайтыным, сол тарих бетінде шықпай қалған азаматтарды іздестіріп, тексеріп,
зерттеп, тарих бетіне шығарса деген ойым. Тілегімді арнаймын сіздерге. Ал енді қысқартып айтқанда, мынау асқа жиналған халайық азды көпті хабар бұл енді аздық қылады. Ендігі менің тілейтінім сол қазақтығын, жерінің байлығын, азаматтарының мәрттігін, сол өткен бабалар сияқты өмірде ол бар, ол болады. Оған жігер керек, оған білім керек, оған сауаттылық керек. Әрбір азамат өз мамандығынан басқа, өз тарихын, өз әдебиетін, өз мәдениетін білу керек. Сонда ғана тарих астында жасырын қалған азаматтарымыз, болашақта шығатын жігіттеріміз бен қыздарымыз, сонда ғана ел аузына ілініп, еңбегі елге көрінеді. Ағайын бауырларым, осы айдың 23-ші қазан күні Астанадан радиодан түнгі сағат 12-де Мұсабек Батыр мен Сапақ Датқаның өмірбаянын, соның дастанын берді. Бұрынғы білгенін білген, мынаның ішіне жаңалық деген бір нәрсеге сіздерге құлақ қағысып айтқым келіп отыр. Ол бірінші кешегі Қоқан хандығына бағынған кездегі, мына Жетісуға дейін, мына сырдың бойы бар Қоқан хандығын қараған кездегі, бұлардың қазақ халқы деген зорлығы мен зомбылығына көнбей, үш елдің үш батыры бір-бірімен келісіп, бір күнде Қоқан хандығының осындағы шабармандарын, қойған старшындарын дүниеден жоқ өтуге келіскен. Оның бірі мына ұлы жүзді Сыпатай батыр екен. Біздің осы Шымкенттегі Мұсабек, ал енді мына Қызылордадан Ақмешіт жағындағы Жанқожа батыр. Үшеуі бір-бірімен келісіп, жағы Мұсабек Қазығұртта зорлық зомбылық жасаған, қыздан зекет алған азаматтарды барлығын қырып жойған. Сол сияқты Сыпатай мынау Жетісу бойында Жанқожа батыр Ақмешіт жағында, мына Қызылорда, Жаңақорған осы жақта Қоқан хандығының билігімен зорлығына төтеп бермей, соларды қырып жойған екен. Бұл да деген намыс бүтін қазақ халқының намысы. Бізді билейтін екі нәрсе бар. Менмін деген кісіні. Біреуі ақылман сана, екіншісі намыс. Бұл екеуі қосылса, жеңілмейтін жау жоқ, үстемдігін жасайтын батырлар. Осы екеуі болған. Ал енді өмір тоқтап қалмайды. Өмір созыла береді. Әрқилы заман болады, әрқилы дәуірлер өтеді. Сол дәуірде сол аталар, сол бабалар істеген батырлық, ғалымдардың істеген даналығы келешекте ұрпаққа жалғаса береді. Бірақ соны іс жүзінде жариялап, халыққа белгілі етіп отырғанға не жетсін? Тілегім сол.